Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін біз артық қоспасыз осындай тәттілер дайындайтын боламыз. Жүрекшені басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тәттімізге керек заттарды мұқият тазалап, жуып, кептіріп аламыз. Бұдан кейінгі құрманың ішіндегі дәнегін алып, толықтай тазалап аламыз. Тазалап дайын болған дәндерімізді ет тартқышқа немесе осындай блендерден бір келкі болғанша тартып аламыз. Міне біздің бір келкі тартылған қоспамыз дайын. Бұны өзімізге ыңғайлы ыдысқа ауыстырып аламыз. Дайын қоспамыздан осындай домалақ шариктер жасап аламыз, немесе өзіңізге ұнаған кез келген формада жасап алсаңыз болады. Дайын болған тәттілерімізді 15-20 минутқа тоңазытқышқа салқындатуға салып қоямыз. Тәттіміздің сыртқы қабаты, яғни ганашыны, шоколад пен майды 1,5 минутта микроволновкада ертіп аламыз. Оған дейін жер жаңғағымызды уақыттап турап, шоколад пен жер жаңғақты қосып, бір келкі масса дайындайтын боламыз. Тоңазытқыштағы салқындатылған тәттілерімізді осындай таяқшалар арқылы, яғни шпажка арқылы ганаштарымызға малып алатын боламыз. Дайын болған тәттілерімізді қайтадан салқындатуға 15-20 минутқа қоятын боламыз. Мінекей біздің аз уақыттың ішіндегі артық қоспасыз көздің жауын алатын өте дәмді тәттілерімізді дайын болды. Каналға тіркеліп, жүрекшені басып, өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Мен сіздермен күнделікті тағам түрлерін бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Ләззат.